Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы Еңбек орта мектеп балабақшасының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Дүйсенбай Балауса Дулатқызы. Бүгінгі бізде 5-ші сынып Т2 сабағымыздың тақырыбы «Алтын қалам» әдеби сыйлығының жеңімпазы. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Бүгінгі тақырыптың жаңа сөздерін сөздік дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Жыр мүшәйра, конкурс поэзия, жүлдегер, призер, жеңімпаз, победитель, жыр жинақ, сборник стихов. Құрметті оқушылар, осы сөздерді қайталап, жаттап алыңыздар. Оқулықтағы 36-шы бетті ашып, бірінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап беріңіздер. Қазіргі жас ақындар туралы білесің бе? Олардың тәуелсіз Қазақстанға арналған қандай шығармаларын білесің? Сен өлең жазасың ба? Сенің өлең жазатын достарың бар ма? Сен байқауларға қатыстың ба? Қандай жүлделерің бар? Осы сұрақтарға ойланып жауап беріңіздер. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, енді балалар, қандай қазақ ақындарын білеміз? Осы сұраққа ойланайық. Біз өткен сабақтарда, өткен сыныптарда қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевты өттік. Ыбырай Алтынсаринді білеміз. Әбділда Тәжібаевты өттік. Тағы қандай ақындарды білеміз? Есімізге түсіріп көрейік. Бүгін тағы да бір ақынның шығармашылығымен танысатын боламыз. Ол жалынды да жас ақындарымыздың бірі Қалқаман Сарин Айымғазыұлы. Ақынның шығармашылығымен жақынырақ танысу үшін 3-ші тапсырмадағы мәтінді тыңдаймыз. Сарин Қалқаман Айымғазыұлы 1978 жылдың 2 қаңтарында қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келген. 1994 жылы орта мектепті, 1998 жылы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің тарих факультетін бітірген. Еңбек жолын мұғалім болудан бастаған. 1998 жылдан 2008 жылға дейін Қазақ ұлттық музыка академиясында оқытушы болып қызмет атқарған. Қалқаман Сарин халықаралық, республикалық жыр мүшәйралардың жүлдегері, халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, Алтын қалам әдеби сыйлығының жеңімпазы, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Ол Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, Арманымның бейнесі атты жыр жинағының авторы, Жібек сезім, жүрек сөзім деп аталатын үнтаспасын шығарған. Ел ішіне кеңінен танылған Қызыма, Күзгі бақ, Жібек сезім және тағы басқа әндердің мәтінін жазған. Мәтінді тағы бір рет түсініп оқып, тақырып қойыңыздар. Құрметті оқушылар, мәтінді оқу барысында жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Мәтінді түсініп оқыған болсаңыздар, келесі тапсырма
берілген ақпараттар бойынша мәтіннен түсінгеніңді баянда. Дескрипторы берілген мәтінді түсініп оқиды, ақпараттар бойынша түсінгенін баяндайды. Яғни мұнда ақын Қалқаман Сарин туралы ақпараттар берілген. Сіздер бұл ақпараттардың оның өміріне қандай қатысы бар екенін анықтайсыздар. Бірінші, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы, Архат ауылы. Яғни мысалы ол бұл жерде дүниеге келген деп тарқатып айтасыздар. Келесі ақпарат: Еуразия ұлттық университеті, Қазақ ұлттық музыка академиясы, халықаралық шабыт фестивалі. Және соңғы ақпарат: Алтын қалам әдеби сыйлығы. Яғни оқушылар, назар аударамыз, бүгінгі біздің тақырыбымыз Алтын қалам әдеби сыйлығының жеңімпазы туралы. Келесі жазылым тапсырмасы нақты ақпаратты анықтауға негізделген. Хронологиялық кесте толтырасыздар. Яғни бұл жерде ақын өмірінің жылдары берілген. Сіздер ол жылдары ақын өмірінде қандай оқиға болғанын нақты жазатын боласыздар. 1978 жыл 2 қаңтар, 1994 жыл, 1998 жыл, 1998-2008 жылдар. Жазылым тапсырмасын орындап болсаңыздар, дұрыс жауаптарға назар аударайық. 1978 жыл 2 қаңтар дүниеге келген жылы. 1994 жыл орта мектепті аяқтайды. 1998 жыл тарих факультетін бітіреді. 1998-2008 жылдары оқытушы болып қызмет атқарады. Олай болса балалар, сіздер дұрыс жауап берген деген сенімдеміз. Құрметті оқушылар, біз алдыңғы тапсырмаларды орындай отырып, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік. Енді сабағымызды қорытындылап, бекіту үшін сіздерге үй жұмысы. 6-шы тапсырма. Қалқаман Сарин туралы қосымша мәлімет жинап, ол кім, қандай ақын деген сұрақтарға жауап беріп, мына диаграмманы толтырыңыздар. Ақынның жеке авторлық сайтын пайдалануға болады. Дескрипторлары: көлемі 4-6 сөйлем, сын есім сөздерді пайдалану және міндетті түрде бүгін өткізілген жаңа сөздерді қолдану. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.